Бота Мия шығармашыл, жарық энергиясымен ерекшеленетін, өзіне сенімді әрі нәзік болмысы иесі. Ол айналасына жылулық сыйлап өмірге позитив көзқараспен қарайтын сұлу жан ретінде көпшілікке таныла бастады. Өмірінің бір кезеңінде Ботаның жанында Асқар есімді жігіт болды. Екеуінің қарым-қатынасы шынайы сезім мен үмітке толы еді. Бірге контент жасап, бақытқа толы видеолар мен оқырмандармен бөлісіп жүрген болатын. Уақыт өте келе Асқар Парижде оған үйленуге ұсыныс жасап, бұл сәт Бота өміріндегі маңызды белестердің біріне айналды. Алайда тағдыр жолдары екі түрлі бағытқа бұрылып, олар айырылысып кетті. Бұл кезең кез келген адам үшін ауыр болғанымен, Бота жоғалып кетуді емес, қайтадан өз жолын табуды таңдады. Айырылысудан кейін ол өзін бұрынғыдан да жақсы танып, ішкі күшін ашып, одан әрі жарқырай түсті. Өміріндегі бұл тәжірибе оны сындырмай, керісінше өзіне деген сенімін нығайтып, жаңа мақсаттарға жетеледі. Бота Мия өз туған күнін ерекше бал маскарад стилінде атап өтті. Барлығы қызықты, жарқын және сәнді костюмдермен, күлкі мен қуанышқа толы сәттермен есте қалды. Ресторанмен әлі көрмедім. Бірге көрейік. Осылай кіреді қонақтар. To my celebration birthday masquerade. Күшті ма? Нағайнаға да жазғансыздар ма? Қараңыздар. Бота Мия деп жазып тұр. Мына жақта бізде фуршетный столик. Мынаны қандай тематикаға күшті келеді. Бота будка. Әдемі болып тұр ма? Сыртынан көрейінші. Көбіс классный. Так, енді зал. Мама! Столдағы декор. Мына жерінде шикарно болды. Блин, қанша рахмет. Смотрите. Какой красивый жемчуг. Яғдан бет жамы қазір. Все. Ойбай, мен фотоларыммен тұрғана қараңыздар. Это кто? Да это же я! Мына жақта біздің сыйлықтарымыз қонақтарға дайындаған. И опять же я. Қазіргі уақытта Еркебұлан Тоқтармен бірге түскен видеолары көпшіліктің назарында. Оқырмандары бақыт тілеп, қуанышты екендіктерін білдіріп жатыр. Тағы айта кетер жайт, Бота Мия 2 миллионға свиданиеге келіскен болатын. Яғни кездесу құнын 2 миллион деп бағалаған. Кездесуде үлкен ақшалай букет алып, Инстаграмда бір шулатқан болатын. Бүгінде Бота Мия өмірдің түрлі кезеңнен өтіп, тәжірибесін шабытқа айналдыра алған, өз жолымен нық жүріп келе жатқан тұлға. Оның тарихы өзіңді жоғалтпай, қандай жағдай болмасын алға қарай қадам жасаудың символы.